Ar-Rahman, Allah. who is Al-Mannan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Қатарыңызға жаңадан қосылған көрермендер болса, тағы бір мәрте қайырлы кеш дейміз. Құрметті көрермендер, мінекей бүгінгі біздің қасиетті Қадір түніне арналған арнайы бағдарламамыздың келесі қонағы да келіп жайғасты. Шынар, өзің таныстырып өтсең. Таныс бола отырыңыздар. Орталық мешіттің наиб имамы Бекзат Байышев қонақта. Қайырлы кеш. Ассалаумалейкум, қош келдіңіз. Уағалейкумассалам, қош болдық. Ал енді мынау бірден сұраққа көштік. Жалпы осы қасиетті Рамазан айында жалпы ораза тұтпаған адам, ауыз бекітіп жүрген адамдарды ауыз ашарға шақырып қонақ қылып жатса, ол әрине ауыз бекітпеген адамның өзіне ораза тұтқанның сауабын береді дейді екен. Осы қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз жалпы? Әлбетте, қасиетті Рамазан шәрif айы Аллах тағала ең ұлық айы, дуа тілектің қабыл болып, күнәларын кешірген Алланың мейірім айы. Осы айда қолдан келгенше айда істелетін ғибадат құлшылықтар істеу керек. Бірақ енді жаңағы жағдай болмай, денсаулығы болмай, сапарда жүрген жағдайда істей алмаған қалған кісілер немесе басқа себептермен істей алмай қалса, ауызашар беріп, басқа да сауаптардан махрұм қалмау үшін жаңағы тырысу керек. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қасиетті сөзінде айтады: "Ал-джаннату муштахатун иля арбаати нафарин", жаннат жұмақ дейді, төрт түрлі сынып адамға ғашық дейді. Соның бірі дейді мутмаиджан, ауызашар берушілер, қарны аш адамдардың қарнын тойдырушылар дейді. Бұл қасиетті айда кімде-кім біреуге ауызашар беретін болса, сол ауызашар берген адамдардың ұстаған оразасындай сауапқа кенеледі дейді. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисімен сахих, яғни бекітілген ақиқат болып есептеледі. Жақсы, біздің электронды мекен жайымызға да хат жолдаушылар, сұрақ қоюшылар көп екен. Солардың бірін оқысам, дәл бүгінгі күні дастархан жаю міндетті ме дейді, және де Қадір түнінде агентте отыруға бола ма деп сауал жолдаған екен Дана Жакупова есімді көрерменіміз. Енді қасиетті Қадір түнінде, мың айдан қайырлы ұлық түнде қаншама сауаптарға кенелеміз. Басқа күндерде, басқа айларда Аллах тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ман жаа бил хасанати фалаху ашру амсалиха". Маған бір сауап істесеңдер, мен сендерге оған қарсылығына 10 сауап, 10 жақсылық беремін дейді. Ал енді қасиетті Рамазанда, оның ішінде қасиетті Қадір түнінде, ол миллиондаған біздің санамыз, ойлау қабілетіміз жетпейтін дәрежеде Аллах тағала көптеген сауапқа кенелтеді. Енді бұл түнде дастархан жасап, әріде дастарханмен бір-бірімізге қонақ жайлылық көрсетіп, сый-сипат істейтін болсақ, әлбетте көптеген сауаптарға кенелеміз. Және де өйткені білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Мифтахул жанна хуббул масакин" дейді. Жаннаттың кілті дейді, бір-бірлерімізге жақсылық жасау, кем жоқ кісілерге қол ұшын беру дейді. Сол сияқты дастархан жасап, бір-бірімізге құрметтесек, көптеген сауаптарға кенелеміз. Сосын жаңа айтылып өткен қарындасымыздың сұрағында, агентке кіріп отырса қалай болады деген, мысалы ол агентте егер дұрыс жағына пайдаланып, жақсы бір-біріне жаңағы уағыз насихаттармен бір-бірлеріне тілектер айтылатын жағдайда жақсы. Ал егер басқа бос сөздер, басқа нәрселерге қолданатын болса, ол уақыт исраф еткен болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Күллу исрафин харам" дейді. Бұл ұлық аз ғана уақыттың ішінде егер уақытымызды исраф етіп отыратын болсақ, онда әлбетте күнә болып кетеді. Жақсы, бәрекелді. Ал енді мынау пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям жалпы пайғамбарымыздың сүннетін орындау әр адамға жалпы парыз болып, жалпы мұсылман қауымның ең бір жақсы игілікті істерінің бірі. Ал енді пайғамбардың сүннеттерінің біріне мынау хур, яғни нанның үгітіндісін пайғамбарымыз жеп отырған екен дейді. Жерге түскен нанды жесе 10 жыл ораза ұстаған сауап болады дейді. Ал осыны естіген кейбір қазіргі замандағы жалпы жас буын өкілдері мінекей мен жердегі нанды жедім деп 10 жыл сауапқа кенелдім деп, яғни 10 жылға дейін ораза тұтпауыма болады деп, сондай бір ойдан шығарып жатқан жағдайлар бар сияқты. Бұған көз қарасыңыз қалай? Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қасиетті сөзінде айтады: "Нан Аллах тағаланың берген неғиметі, берекет" дейді. Нанның жаңағы қиқымдары, нелері, ұсақтар түссе, оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сұқ саусағымен бүйтіп алып жеген екен. Ол дұрыс, дастарханға түскен кезде соны жейтін болсақ, Алланың берген неғиметіне шүкір еткен боламыз. Және де бұл енді
егер жаңағындай нанның қиқымы түссе, ұсағы түссе, оны алып жесем жаңағы 10 жыл басқа да көп жылдарға деген жаңағы ораза ұстағанда сауап болады деген пайғамбарымыздың сүйіншілеген нәрсесін қолданып отырып, Рамазан айының ішінде ұстамай қойсам болады деген нәрсе пікір ол дұрыс емес. Өйткені Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюхаллазина аману кутиба алейхимус-сияму кама кутиба алаллазина мин qablikum лааллакум таттақун. Ей иман еткен құлдарым дейді Аллах Тағала. Сендердің алдарында үмбетке ораза парыз етілген сияқты, сендерге де парыз етілді дейді. Содан кейін айямма маъдудат дейді, шектеулі айдың ішінде дейді, Рамазан айының ішінде. Егер осының ішіндегі айдың ішінде оразаны денсаулығы бар, балағат жасқа толған қыз бен еркек мұсылман болатын болса, бас бостанда болатын болса, ол әлбәтте ұстау керек. Алланың бұл әмірі болып есептеледі. Ол жаңағындай басқа амалдар істеу арқылы оны жауып жібереді деген нәрсе дұрыс емес. Жақсы, электронды мекен жайымызға тағы бір сауал келіп түскен екен. Дәл бүгінгі түні неге тыйым салынады дейді? Енді жалпы Аллах Субханала Тағаланың тек қана осы түнде ғана істеуіміз керек, басқа Рамазан айында ғана дұрыс жүруіміз керек, басқа айларда қалған нәрсені істеуіміз керек деген нәрсе дұрыс емес. Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде ашық-ашық айтылған не істеуіміз керек? Ата-анаға құрмет, бір-бірімізге махаббат, отанымызға деген қызмет. Яғни қарап отырсақ, қоғамдағы жақсы ізгі амалдардың бәрі Аллах Тағала бізге талап еткен нәрселер. Ал қоғамға зиян тигізу, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: шаррун-нас ман ядуррун-нас, адамзаттың ең жаман қоғамға, қасындағы адамдарға, елге зиян тиген адам дейді. Сол сияқты Аллах Тағаланың тыйым салған нәрселері, арақ ішу, күнә, адам өлтіру, зина істеу. Аллах Тағала ла тақрабу зина, зинаға жақындамаңдар дейді. Оларды істемек түгілі Аллах Тағала бізге жақындауды тыяды. Сол сияқты үлкен күнәлар бар. Ата-анаға қарсы шығу мысалы. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: сендердің дейді ұстаған нәпіл ораза, ғибадаттарың, үміра хажыларың дейді, ата-аналарыңды разы етпесеңдер, ол бос не дейді. Ата-аналарыңды соларға қызмет ету олардың да қайырлы дейді. Сол сияқты Аллах Тағаланың бізге әмір еткен нәрселерінде осы түннің ішінде де істеуіміз керек. Бұның түнінде істелмеу керек болған нәрселер білесіздер. Жаңағы әлбәтте үлкен күнәлар істемеу керек. Сосын бос әңгіме, ғайбат сөздер сияқты, яғни ислам діні қайшы нәрселерден алыс болуға тырысуымыз керек. Жақсы. Ал көптің көкейіндегі сауал, мынау аяғы ауыр әйел адамның ораза тұтуына бола ма деген сауал. Енді оразаны қазір кезде көбінесе түсінбей жатады. Мысалы, дінге намаз оқуға келдім дейді да, соны шариғаттың үкімдерін жаңағы ашып оқымағаннан кейін көп нәрселер білмей жатады. Өздері жаңа жүкті болып жатып, қиналып жаңағы сәждеге құлап, жаңа ішіндегі балаға ауырлық жасап жатады. Негізі шариғатта бар нәрсенің жеңілдігін көрсеткен. Ислам діні Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: астағфируллах, ла юкаллифу нафсан илля усаха, мен пенделеріме өзінің мойнына көтере алмайтын нәрсені жүктеген жоқпын дейді. Сол сияқты ораза болған әйелге ішіндегі құрсақтағы баласына әлбетте қорық керек болған үшін ол әйел кісінің ұстамай кейіннен босанғаннан кейін барып ұстаған абзал болады. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: үмбетті көбейтіңдер, мен үмбетімнің көптігімен мақтанамын дейді. Ұрпақ еліміздің болашағы, сол болашағымызды дұрыстап тәрбиелеу үшін әлбетте денсау ұрпақ керек бізге. Өте жақсы. Бекзат аға, жалпы дәл бүгінгі осы Рамазан айында істелген қайырымды шаралардың сауабы қаншалықты? Енді осы қадір түнінде, осы Рамазан шәриф айында сауаптарды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам миллион сауаптар аласыңдар деп бізге сүйіншілейді. Енді ол Аллах Тағаланың хұзурында ол миллиондар қанша нәрсе екенін білмейміз. Әлбәтте ол өте көп нәрсе. Былайша оны бір санмен шектеу мүмкін емес. Яғни біз жұмыр басты, біздің санамыз жетпейтіндей Аллах Тағала бізге сауап беретін ақиқат. Жақсы. Ал енді мынау қазіргі таңда ораза тұтуды әр адам әртүрлі қабылдап жатқан сияқты. Яғни басында бір 3 күн, ортасында 3 күн демалып, ары қарай солай жалғастырып, бір үздіксіз демалыс алып отыратын осындай ораза тұтушылықты да жалғастырып келе жатқан сияқты. Сонымен қатар мынау ауыз ашардан кейін ары қарай шылым шегетін адамдар шылымын шегіп жалғастыруды сәресін ішкенге дейін солай үрдіс пайда болып жатқан сияқты. Осындай жағдайларға көз қарасыңыз қалай? Енді жаңағы айтылған аят-ы кәрімде, Құран-ы кәрімде айтылды ғой, жаңағы шектеулі бір ай дейді, ай деп тұр, уақыт деп тұр. Сол шектеулі уақыт Рамазан айы. Осы Рамазан ішіндегі толық 30 күн ұстау керек негізі, денсаулығы бар адам. Ал одан алдыңғы айлар бар жаңағы. Реджеп, Шабан айлар, олар басында 3 күн, ортасында 3 күн, соңында 3 күн деп ұсталса осындай сауаптар кенеледі. Бұл Рамазан айына дайындық айлар деп айтылады.
көбісі сонымен шатастырып алады. Рамазан айында ондай емес, Рамазан айында толық бір ай ұсталу керек. Және де ораза ұстаған кезде жаңа айтып жатырсыздар, кейбір кісілер жаңағы оқушылар болуы мүмкін, жұмысшылар болуы мүмкін, ораза ұстаған кезде сол ораза ұстағанын бір көрсету үшін сияқты сол білімсіздігінің кесірінен жаңағы мектепке салық арқалап сабақтарын нашарлап, немесе жұмысшы жұмыс уақытында өзінің жұмысын дұрыс істемей жатады. Бұл дұрыс емес. Өйткені қарап отырсақ, пайғамбарлардан Мұса алейхиссалам жаңағы ораза ұстаған кезде ораза ұстағанын білдіртпеу үшін, мысалы нәпіл оразалардың өзін ерінің айналасына май жағып қояды екен, яғни оразаны білдіртпеу үшін. Сол сияқты оразаны Алла разы үшін ұстатып, оны білдіртпеуге тырысуымыз керек. Сабағымызға, қоғамға, жұмысымызға кедергісін білдіртпей, кедергісін жасатпауымыз керек. Және де жаңағы айтылып жатқан нәрселерден бірақ енді Рамазан айында басшылар қолдан келгенше жұмысшыларына жеңілдік көрсетуге тырысу керек. Сол кезде басшы Аллах тағала разы болады. Және темекі шегу мәселесі, оразадан біткеннен кейін алып темекі шегіп жатады. Ол енді адам баласының өзінің бойына дағдыланып қалған нәрсесі ғой. Енді темекіні қарап отырсақ, ол мәкрух нәрсе. Мәкрух дегеніміз жағымсыз нәрсе, адам баласының денсаулығына зиян тиетіні болған үшін одан аулақ болу керек. Қолдан келгенше ондай жаман қылықтардан ұзақ болуымыз керек. Жақсы, қымбатты телекөрермен, егер де студия қонағына қояр сауалдарыңыз болса, тікелей эфир байланыс телефонымызға хабарласыңыздар. Сондай-ақ электронды мекен жайымызға да өздеріңіздің көкейде жүрген сауалдарыңызды қоюларыңызға болады. Сұхбатымызды жалғастырсақ, Бекзат аға, жалпы осы қадір түнінің қандай да бір белгілері бар ма? Әлбетте, қадір түнінің өзінің ерекшелік белгілері бар. Негізінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл Рамазан айының соңғы 10 күнінің жұп тақ күндерінде қарап отырыңдар деген, Аллах тағала сол тақ күндерді жасырған деген. Бірақ ислам ғұламаларының барлығы иттифақан дейді, яғни бір ауыздан осы 27-ші түнде белгілеген, өздерінің дәлелдері, ізденістеріне байланысты. Қадір түнінің өзінің ерекшелігі өте тұнық, және аспан шайдай ашық болатыны туралы айтады. Және де осы түнде сондай керемет құбылыстар, рухани әсерлер алынатыны ақиқат. Жақсы, электронды поштамызға да тағы бір көрерменіміз хат жолдаған екен. Асыққан кезде сәлемнен кейін таспих тартпай, Құран оқымай, намазды қайыра беруге бола ма депті. Бір Күнсұлу есімді көрерменіміз. Асыққан кезде таспих тартпай дұға жасау дей ма? Сәлемнен кейін таспих тартпай, Құран оқымай, намазды қайыра беруге бола ма депті. Енді пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссалату вассаламның қасиет сөзі бар. Кімде намазын оқып болғаннан кейін артынан 33 рет Субханалла, 33 рет Алхамдулилля, 33 рет Аллаху Акбар деп, сосын барып артынан оқылатын дұға бар. Ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лах деген. Сол дұғаны соңына дейін оқып, Аллах тағаладан тілек жасайтын болса дейді, ол адамның дейді толқындар, теңіздің толқындарындағы көбіктер сияқты күнәсі көп болса да Аллах тағала күнәларын бәрін кешіреді дейді. Сол сияқты енді кейбір кезде түсінбей жатқан бауырларымыз бар, жаңағы таспих тарту деген бидғат, анау мынау Құран оқу, бағыштау деген сияқты сол түсінбей жүрген бауырларымыз бар. Оларды негізі қолдан келгенше насихаттап дұрыс жолға түсіруге тырысамыз. Негізі Құран оқылады, өткендерге жарылқау тіленеді, таспих тартылу керек, өйткені таспих Аллах тағаланың ұлықтауы есептеледі. Сосын жаңағы тұрып кетпей жамағатпен бірге істеген дұғада берекет бар. Барлығы жұмылып, баршамыз бір ауыздан дұға Алладан тілейтін болсақ, Аллах тағала тілектерді қабыл етеді. Жақсы, Бекзат аға, қымыздан іше отырмыз. Жалпы осы дәл бүгінгі күні қадір түнінде ұйықтап қалмас үшін кино көруге бола ма деген сауал келіпті. Бұған айтар ойыңыз? Енді әлбетте қасиетті қадір түнінде ұйықтап қалмау мәселесі бар. Немесе уақытты пайдаланып осы түнде телевизорына қарап отырғанда жақсы, әлбетте. Өйткені сіздер сияқты ТВК сияқты Қазақстанның Құдайға шүкірлер болсын, барлық арналарында қазір осындай қадір түнін насихаттау, осы түннің сауабынан, берекетінен бізде махрұм қалмайық деген сияқты сіздер сияқты ұжымдар атсалысып жатыр. Сондай бағдарламаға қарап, білмеген нәрселерін үйреніп отырса, діни жаңағы уағыз насихаттардан қалса, діни кинолар болып жатады, сондай нәрселер тыңдаса, содан ғибрат алса, ол да бір білім, ол да бір өнеге болып есептеледі. Және де осындай Аллах тағала сан шүкірлер болсын дейміз. Егемендігімізді алып, бәріміз дініміз аяққа тұрып, мынау тәуелсіз ел болдық. Бұрын енді білесіздер, жассызды білмейтін шығарсыздар. Сол егемендігімізді алмай тұрған кезде Аллах деп айтудың өзі қиын болды. Қаншама бабаларымыз, діни абай атамыздың өзі мысалы діни өлеңдерін бұрмалап
оны жаңағы сондай саясат болды. Қазір альхамдулилля, Аллаға мыңда бір шүкірлер болсын. Телеарнада өзіміз осы имамдар сайлап, имамдарды құрметтеп, дін адамдарын құрметтеп, дінімізді ұлықтап жатқан заманға тап келіп отырмыз. Аллах субхана ва тағала осындай егеменді еліміздің тұғырын берік қылсын дейміз. Қай саладан болсаң да альхамдулилля, Аллаға шүкірлер болсын, еліміз көркейіп, бар жағынан дамып келе жатыр мысалы. Жақсы, Бекзат аға, бүгін студиямызға келіп, осындай келелі сұхбат беріп жатқаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Дәл бүгінгі күні осы қасиетті түнде тілеген дұғаларымыз қабыл болсын деген тілегіміз бар. Қымбатты телекөрермен, аз біздің студиямызда қонақта болған орталық мешіттің наиб имамы Бекзат Байышев болатын. Дәл бүгінгі қадір түнінде сіздердің де тілеген тілектеріңіз қабыл болсын. Дәл бүгінгі қасиетті түнде таң атқанша Аллаға құлшылық еткен жөн екен. Бәрекелді, ендеше құрметті көрермендер, арнамыздан алыстамаңыздар, бейне сюжеттен кейін өздеріңізбен қайтадан жүздесетін боламыз. Рамазан адамдарға тура жол нұсқаушы, ақ пен қараны айырушы. Бекем тұтынатын жолбасшы ретінде Құран түсіріле бастаған ай. Сендерден кімде-кім Рамазан айында болса, ораза ұстасын. Кімде-кім науқас болып, әйтпесе жол сапарда жүрсе, одан басқа күндерде өтесін. Аллах сендерге жеңілдік болуын қалайды. Ауырып сүргісі келмейді. كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ораза айы келді болып қонақ, күтіп ал қонағыңды болмай олақ. Мұндағы ғибадатың қабыл болса, жәннатта қойылады алтыннан тақ. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті бауырлар, 11 ай бойы шөлдеп сусаған, әлсіреп шаршаған рухымызға қуат берер азық, нәпсімізге тыйым салар қорған болатын тәрбие айы Рамазанды әрбір мұсылман асыға күтері сөзсіз. Рамазан айы Алла Тағала алдында ең жақсы, ең сүйікті ай болып саналады. Пайғамбарымыздың хадис шарифінде айлардың мырзасы Рамазан, күндердің мырзасы жұма, түндердің мырзасы қадір түні делінген. Өйткені бұл айда жәннаттың есіктері ашылып, тозақ есіктері жабылады, шайтандар кісенделеді. Ораза айы пендеге сансыз илахи тартулар әкелетін мүбәрак ай. Адамзат шексіз игіліктердің қадірін еске түсіре отырып, мына алдамшы фәни ләззаттардан бір сәт болса да бойын аулақ салып, мәңгілік ләззаттарға жетуге тырысатын үлкен мүмкіндік айы. Әрине, оразаның ең басты қасиеті және оның ең негізгі мақсаты құлшылық ете отырып, пенде өз бойындағы нәпсімен күресуі, оны бақылау астына алуы болып табылады. Әйгілі саңлақ сахаба Абу Хурайра радиаллаху анхудан жеткен хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, кім оразаның парыз болғандығына сеніп, сауабын да Аллахтан үміт етіп ораза ұстаса, өткен күнәларын кешіреді деген. Алла Расулының ең көп істеген құлшылықтарының бірі ораза. Пайғамбарымыз Рамазанның мәнін былай білдірген: адам баласының әр амалына еселеп сауап қайтарылады. Ізгі амалдарға сауап ретінде ең аз дегенде 10 есе жазылады. Бұл 700 есеге дейін көбейтіледі. Алла Тағала былай әмір етеді: ораза бұл қағидадан тыс, өйткені ол тек менің разылығым үшін ұсталады. Мен де оны ұстағанға қалағанымша сыйлық беремін. Себебі құлым мен үшін нәпсі құмарлығынан, ішіп жеуден қорғалды десе. Енді бір хадисінде, егер адам баласы Рамазан айының мәнін лайықты түрде түсіне білсе, жылдың бастан аяқ Рамазан болуын қалар еді дейді. Жалпы ораза бізді сабырлыққа, қиындыққа мойымауға, ерік жігерімізді шыңдауға үйретеді.
қолдағы бар игіліктің қадірін біліп, ысыраптан сақтануға шақырады. Оразаның иманға, мінез-құлыққа, денсаулыққа және қоғамға пайдасы мол. Ораза қоғамдағы береке мен бірліктің ұйытқысы. Рамазан айында ораза ұстау арқылы адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасы арта түседі. Барша мұсылмандардың бір уақытта ауыз бекітіп, ауызашар уақытын бірге күтулері, сәресіге тұрып, тарауых намазын жамағатпен оқуы, қадір түнін қарсы алып, айт мерекесін бірге атап өтуі және тағы басқалары бауырластықты нығайтып, мұсылмандарды өзара сүйіспеншілікке бастары анық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бұл жайында бір-бірлерін жақсы көруде, бір-бірлеріне жанашуда, бір-бірлеріне мейірімділік таныту тұрғысында мүминдер тұтас бір дене секілді. Дененің бір мүшесі ауырса, басқа мүшелері қосыла сыздайды деген. Пайғамбарымыздың терең мағыналы бұл хадисі мүминдердің бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, қоғамдағы бірлік мен татулықтың арта түсуіне үлес қосатындығының бірден бір дәлелі болса керек. Отбасы мүшелерінің дастархан басында түгелдей ауызашар уақытын күтуі арадағы бауырмашылықты нығайта түседі. Ислам дінінің бүкіл отбасы мүшелерінің ауызашарда дастархан басына жинауының әрі бірге ауызашар уақытын күттіруінің астарындағы сырлы хикметтің бірі осы тәрізді. Ауызашар уақытын күту отбасы мүшелерінің ғана емес, бірқатар қонақтар мен тамыр таныс, дос-жорандардың да арасындағы сүйіспеншілік пен бауырмашылықты арттырады. Иә, пенде оразаның арқасында нәпсісін толықтай ауыздықтап, ұлы жаратушының алдында шынайы мойынсұнған тақуа құлға айналады. Ораза тұтқан кез келген адам өзінің ораза ұстамаған бұрынғы бейғам күндерінде қарағанда тазалықты, пәктікті сезінеді. Яғни ораза тұтқан адамның рұқсатсыз еш нәрсеге, тіпті бір жұтым суға да қол соза алмауы барлық нәрсесінің иесі өзі емес, өзінің бар болғаны әлсіз бір құл екенін түсінуіне себепші болады. Осыдан барып ол өзінің барынша әлсіздігі мен мұқтаждығын сезініп, Аллахтың рахметтілігіне қарай бағытталады. Ораза күнәларға қарсы қалқан болумен қатар, оның жұмаққа кіруіне себепкер қасиетті қақпа. Кәусар суын ұсынған адал дос бейнесінде болмақ. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам: "Уа жастар, араларыңыздан үйленуге жағдайлары барларыңыз үйленсін. Үйлену көзді харамнан, бойды күнәдан сақтайды. Үйленуге жағдайы жетпегендер ораза тұтсын. Себебі ораза ол үшін қалқан" деген. Асқазанның әрдайым тоқ болуы адам ағзасында барлық мүшелерінің қызметін арттырады. Бұл болса, өз кезегінде адамның түрлі нәпсілік қалауларын да оятып, тіпті азғындыққа да түрткілейді. Адам тілін басқара алмайтын жағдайға жетеді. Бұл өз кезегінде оның ақыреті үшін де аса қауіпті. Ал тілді жүйелі басқарудың жолы нәпсінің қалауын тыю болса, бұның ораза тұту арқылы ғана жүзеге асатыны белгілі. Әбу Бәкір Кердері атамыз мүмин пенденің шайтанды жеңер айласы мен оны түйрейтін найзасы осы ораза екендігін былай жеткізіпті: "Өзіңе болар махшарда ізгіліктің пайдасы, Хазіреті имам ағзам шариғаттың айнасы, солардан табылған шайтанды жеңбек хайласы, дұрыс намаз ораза, малғұнның тәніне шаншарлық найзасы" деп жырлаған. Пайғамбарымыздың ораза жайлы жеткен хадистерінде: "Араларыңыздан біріңіз ораза тұтқан болса, ол екінші біреуге жаман сөз айтпасын, дауыс көтеріп айқайламасын. Егер ол біреумен сөзге келіп қалса, мен оразамын ғана десін."
енді бір хадисінде кімде-кім ауыз бекіте жүріп жаман қылықтарын қоймаса, оның оразасы бекер деп насихаттап жүрген. Демек, оразаның ең кемел түрі асқазанмен қатар көз, құлақ, жүрек, ой, қиял секілді адамның рухани сезімдеріне де тыйым салып, жүгенді қолға алу деген. Сол арқылы аталмыш ағзаларымызды да түрлі харамнан, күнәлі істерден, өздеріне тән емес жаман қылықтардан арылып, тек қана ғибадатқа, құлшылыққа тән бақыттау мүмкіндігі ғана туады. Хазіреті Лұқман Хаким ұлына әрдайым айтқан үгіт насихаттарының бірінде асқазан толғанда ойлау қабілетін ұйықтап, хикмет көздері жабылып, дене мүшелерің ғибадат жасай алмай қалады деген. Ал Айша анамыз болса, аспан әлемінің есігін ашуға тырысыңдар дегенде, одан қайтып деп сұрады. Сонда мүминдердің анасы аштықпен және сусыздықпен деп жауап берген. Оразаның нәпсі тәрбиесіндегі орнын білдіруде мына бір әңгіме ғибратқа неткен толы десеңізші. Алла субхану ва тағала нәпсіні сынау үшін 3 күн отқа салып шығады. Сосын сен кімсің, мен кіммін деп сұрайды. Болса, мен менмін, сен сенсің деп тәкаппарлықпен жауап береді. Алла Тағала оны мұзға 3 күн салады. Кейін сен кімсің, мен кіммін десе, нәпсі тағы да тәкаппарлықпен мен менмін, сен сенсің деп жауап қатады. Барлығын білуші, құдіретті иеміз нәпсіні тамақсыз, тіпті сусыз 3 күнге қалдырады. 3 күннен кейін нәпсіден сұрайды. Ал енді сен кімсің, мен кіммін? Сонда нәпсі, мен құл екенмін, сен менің Раббым екенсің деп жауап берген екен. Оразаның ең үлкен пайдаларының бірі адамды сабырлы болуға үйретеді. Ауыз бекіту кісіні төзімділікке баулайды. Өйткені ол күні бойы қарны ашып, шөлдесе де нәр татпайды. Өзіне жамандық жасағандарға мен ауыз бекітіп жүрген адаммын дегеннен артық жауап қатпайды. Ал жүйкесі жұқарған жандар сабырсыз, шыдамсыз келеді. Ұрыс керіс, төбелестің, қылмыстың көпшілігі осы тез ашуланудан, сабырсыздықтан туатыны да хақ. Алла Расулы өзінің хадис шарифінде ораза сабырдың, сабыр болса иманның жартысы деген. Демек, оразаның иманнан туындайтыны аңғарылуда. Иманды жан иманның қуатына қарай қылмыс пен күнәдан бойын аулақ ұстайды. Жүйкесін жұқартпайды, ашуын ақылға жеңдіре алады. Ораза ұстап, аш жүрген кезде нәпсі қозбайтындықтан адамның сабыр сақтауы көп қиындық туғызбайды. Аяқ асты тап болатын түрлі қиындықтарға шыдамдылық танытуда оразаның берер пайдасы мол. Оразамен аштыққа, шөлге, тағы да басқа түрлі ауыртпашылықтарға шыдай алған адам тосын жағдаяттарға тап болғанда көп мұқала қоймайды. Ораза қиындықтарға шыдауға әбден шыңдалған, нәпсісіне ие бола алатын ақиқатты өмірлік ұстаным деп біліп, одан таймайтын 8 қырлы, бір сырлы, рухани өресі биік кісілер тәрбиелеуде үлкен рөл ойнайды. Ораза кедейлердің жағдайын ықтырады, яғни пенделерді сабасына түсіреді. Өмірі ішкені алдында, ішпегені артында, ашығудың не екенін білмейтін, дәулеті асып тасыған байлар үшін ораза 2 күннің бірінде аш құрсақ жүретін көңілі жарым, жарлы жақ байлардың жағдайын ықтырады. Аш жүрудің адамға қаншалықты ауыр екенін сезген бай кісілердің кедейлерге деген жанашырлық сезімі оянады.
ауқатты кісілер байлығының шүкіршілігін жасап, кедейлерге қол ұшын созған сайын, кедейлердің де байларға деген қызғанышы, жек көрінушіліктері жойылып, араларында өзара нәзік бір татулық қалыптасады. Тіпті кедей кісі бай кісінің тілекшісіне айналады десек те болады. Осы себепті ораза адамның жағдайы төмен кісілерге жанашырлықпен қарасуына себепкер болады. Осы тұрғыда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көршісі аш кезде өзі тоқ болған адам бізден емес деген хадисінің жөні міне осында. Жүсіп пайғамбардан бірде сен қалайша ашығасың, қазынаның кілті қолыңда емес пе деп сұрағанда, ол кісі қарным тоқ жүрсе аштардың жағдайын ұмытып кетем бе деп қорқам деп жауап берген екен. Шын мәнісінде адам ашыққанда барып аштықтың не екенін, шөлдегенде барып шөлдеудің не екенін түсіне бастайды. Осы тұрғыдан алғанда Алла Тағаланың бұйрығын орындап, нәпсілік қалауымызды тежеуіміз әрі ораза ұстауымыз кемел қоғам құруымызға ықпал етеді. Ораза адамды жүйелі тәртіпке дағдыландырады. Ауыз бекіткен мүмин жүйелі тәртіпке дағдылана бастайды. Белгілі уақытта ғана тамақтанып, қалған уақытта бұдан бойын аулақ салады. Ораза ұстап жүрген кездің өзінде намаздарына мұқият көңіл бөлуі, барша иманды кісілермен бір уақытта күтіп, сол уақытта сәресіге тұру, тарауық намазын оқу, тағы да басқа құлшылықтар, бұлардың барлығы да оны тәртіпке дағдыландыратын істер. Осыдан барып, адам уақытын жақсы үнемдеуді үйреніп, жүйелілікті өмірінің басты ұстанымына айналдыра бастайды. Құрметті көрермендер, қасиетті Қадір түніндегі арнайы бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Мынау қазақта жақсы сөз жарым ырыс дейді. Әрине, жақсы сөзбен ой өрнектеген тағылымды әңгімеге кезек бермекпіз. Ендеше жоғарыда атап өткендей, мынау ТВ6 телекомпаниясы бас директорының орынбасары Дүйсенбек Жақсыбаевтың Алматыға арнайы барып, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфти Ержан Қажы Малғажыұлымен эксклюзивті сұхбат жүргізіп қайтқан. Ендеше сұхбатқа назар аударыңыздар, назарларыңыз тек бізде болсын. Біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының алға қойған мақсаты осы оразада біраз мынау кәсіпкерлерге бағаның қандай да бір болмасын, бағаның 10%-ға немесе 20%-ға осы оразаның қасиетті ай үшін осының құрметіне түсіру жайында үндеу қабылдаған едік. Енді ол біздікі бір бұйрық емес, елдің сондай үлкен кәсіпкерлердің санасына салу, осы дініміз үшін, дініміздің абыройы үшін жаңағы азаматтарға сондай бір қолқа салған едік. Енді ол керісінше өсіп жатса, ол кісілердің ұятына. Бірақ Аллах Тағала бір адам шынайы Алланың ризашылығы үшін осы оразаны құрмет қылып, өзінің сондай саудасынан 10%, 20% түсірген болса, Алла соны дүниені беріп отырған Алла, оны еселей алмай ма кейін? Біз сол жағын көбінесе ұмытып кете береміз. Мешіттерімізде ауыз ашар беріліп жатыр, тегін. Бұрын соңында үлкен жами мешіттерде ғана ауыз ашар берілген еді. Биыл Құдайға шүкір барлық мешіттерде ауыз ашар беріліп жатыр. Оның ішінде мынау зағип жандарға ауыз ашар берілді. Құдай қаласа осы бүкіл Қазақстан мешіттерінде ораза айында осы жағдайы төмен адамдарға ауыз ашар беріледі. Бұл терминал діни агенттің көтергені болатын кезінде. Бұл араб әлемінде және ислам әлемінде, ешқандай әлемде тәжірибеден өтпеген. Біздің мешіттерге қоятын терминал, ол жай терминал. Біріншіден, екінші,
ол жерде тиын қабылдамайтын терминал екен. Ол елдің бәрі 200 теңге 500 теңге сала алмайды ғой. Ол бір, сонан кейін ертең жаңа электр шам өшіп қалса қайтеміз мешітте аяқ астынан. Онда қалай болады? Сонан кейін біз Қазпошта арқылы жұмыс істеуіміз керек екен. Сонда өңірлердегі мешіт, күн көре алмай отырған мешіттің жолы бәрі Қазпошта арқылы жұмыс істесе, соларға ғана жұмыс істеп қалады. Оны жаңағы сондықтан бұл ешқандай елде жаңағы елдің дайындықсыз айтылған нәрсе. Әрине, Құдайға шүкір, қазіргі таңда мынау өңірлердегі имамдардың біліктілігі, білімділігі артып келеді. Өйткені бізде осы жерде 4 айлық имамдар институты бар. Сол жерде біз өңірдегі имамдардың біліктілігін, білімділігін арттырамыз. Екінші осы жақында Мысырға барғанда келісім сөз жүргізіп келдік. Құдай қаласа, имамдарымыз сол жерден тағы жаңағы біліктілігін арттыру үшін сол жерден 2 айға дәріс алады бар. Сол сияқты Түркия мемлекетімен де келісім сөз жасадық, тек имамдарға. Сондықтан Құдай қаласа біздің имамдарымыздың қазіргі таңдағы білімділігі, біліктілігі өте жоғары. Университет, біз Нұр университетін бітірген және өзіміздің мынау өңірдегі 9 медресеміз бар. Сол медреселерден бітірген имамдар қазір дені көбісі. Ал енді қазіргі заманның талабы сол білім. Өйткені халықтың мынау намазхандардың көбісі жастар болғандықтан, бұлар қазіргі көптеген мынау интернет пайдаланады, басқа нәрсені пайдаланады, олардың жаңағы білімдері өте дінге жоғары болғандықтан имамға талап өте күшті. Сондықтан имам әрдайым ізденісте болу керек.